Ассалаумағалейкум. Ағай, қалайсыз, амансыз ба? Мынау біз енді өзіңіз білесіз, әрі ағамсыз. Осыдан бір 20 жыл бұрын бізді оқытып, әйтеуір білім беріп, бізді шығарып салған едіңіз. Енді сол артқы 20 жылға қайтайық, сізде бір сұхбат алайық деген мақсатта қазір үйіңізге келіп тұрмыз. Жалпы өзіңізді таныстырып, одан кейін қандай класста оқыттыңыз, соны қысқа нұсқа айтсақ, одан кейін ары қарай сөзді өрбіте береміз. Саламатсыңдар ма, қыздар, жігіттер. Мынау 20 жылдық деген үлкен той ғой, тойлар құтты болсын. Енді өзім Түймебай ағаймын, білесіздер. Осы жерде 94 жылдан бері істейміз. Осы балаларды 2002 жылма мен сынып жетекші болдым ғой, 9 сыныптан бастап. Енді ұмытылмайтын қыздар, балалар, естен шықпайтын күндер ғой. Бәрі кеше көз алдымызда тұрғандай. Жақсы қимақта, жақсы балдар өсіп енді, жақсы ибалы инабатты қыздар өсіп енді. Енді арасында оқушы болып өскен қызық оқиғалар да болып жатты енді. Соның бір екеуін айтсаңызшы, қызықтарын айтайық та. Қалай болар екен енді? Айтыңыз енді бір екеуін. Бір күні қыздарым шауып кетті. Ойбай ағай, класстың балдары бір-бірін талдырып ойнап жатыр деп барсам, бір-бірін бүйтіп буындырады екен. Балдар бір-бірін талдырып ойнап. Кейін біраз енді ауылдың балалары қазақилыққа салып кішкене тәрбиеледік, екінші үйде ойнамайтын болды енді. Әзірде үйде ойнамайтын шығар енді. Бір күні қыздарым тағы жүгіріп келді. Ойбай ағай, класс почист болып жатыр. Барсам, екінші этаждан секіріп, жерге сальто жасап, аяқпен су деген ойын болып жатыр екен. Бір-екі бала секіріп кеткен екен, енді кішкене балдарым бар еді. Солар дайындалып отқан екен, ұстап қалдым әйтеуір парашюттерінен. Кейін де енді сол кішкене тәрбиеге салдық қой енді. Балдар менің тәрбие қалай тәрбиелейтінді біледі ғой. Тәрбиеніздің арқасында қазір бірнеше секірмейтін болыпты енді қайта. Есіңізде қалған сол именно сол біреуді тәрбиелеп жібердіңіз ғой, қазір сол мүмкін ішінде бір екеулері жақсы жерде жұмыс істеп жатыр ғой, көпшілігі енді. Соны атап айтсаңыз, мынау пәленше, мен осы бала жақсы оқыды, немесе бұзық болып еді осы бала деген сияқты айтсаңыз. Енді кім бар еді? Мынау Аршабаев Әлишер деген жігіт болды. Мектепте жақсы оқыды, сыныпта да жақсы оқыды. Қазір меніңше Астанада бір үлкен қауіпсіздік саласында мемлекеттік қызметте отыр. Ісі оңды болсын әрқашан. Енді қыздарымды біле бермедім мен шілей. Балдарымның көпшілігі бәрі өнерлі жігіттер ғой қазір. Барлық бір кәсіпті меңгерген, үйленіп үй жайлы болып, бала шағасын өсіріп, осы ауылда өзіміздің балдары уже мектепке келіп қалған. Оларды оқытып тәрбиелеп жатырмыз. Жақсы енді. Көпшілігін шілей есімде жоқ. Енді есіңізде болса, қазір енді біз ауылда жүргеннен кейін көреміз ғой сіздің жалпы. Әлі де сіз волейбол ойнап жүрсіз да, әлі күнге дейін волейбол ойнайсыз. Енді осы жылғы өзіңіз бітіріп шыққандардың ішінде де әлі күнге дейін волейбол ойнайтындар бар, футбол ойнайтындар бар. Өзіңізбен қарсылас командада ойнағандар да бар, оны білесіз. Жыл сайын бізде ауылда жарыстарда көріп жатырсыз. Сол кезде өзіңізде қандай сезім болады, жалпы өзіңіз оқытқан оқушы сізге қарсы ойнап жатқан кезде? Сіз тәрбиеледіңіз ғой, өйткені оны қандай дәрежеде тәрбиелеп шығардыңыз оны? Жақсы. Мына балдар спорт жағынан өте құмар балдар еді ғой бәрі. Мақсат, Бекзат бар, елден Ғалым бар. Көпшілік енді бір-екеуінің атты есімнен шығып кетті енді. Енді қарсылас болып ойнағанда әзілдеп күлгеніміз болмаса, шілей ондай тәртіпсіздік қылмайды енді балдар. Құрметтей, сыйлай болмысына рахмет. Енді бірлесіпті қай бір жылы былтыр волейбол жарыс берді осы. Жарыс берді. Балдармен команда Е класс болып ойнадым мен де балдармен қосылып. Біраз күліп, еске түсіріп. Жақсы енді. Барлығы жақсы, молодец. Әдемі. Енді өзіңіздің мынау бүгінгі кешке мына 20 жылдыққа келген ұстаздарға және осы түлектерге, 20 жылдық түлектерге өзіңіздің ізгі ниетті тілектеріңізді айтсаңыз. Рахмет. Енді қуаныштымыз енді. Мынау Алладан өзі адамға 3 кәсіп беріледі дейді ғой. Емшілік кәсіп Құдайдан түскен дейді. Кейін ұсташылық деген кәсіп түскен дейді. Үшінші кәсіп осы ұстаздық.
деген кәсіп түскен дейді. Қалған адамдар өздері бара-бара үйренген дейді. Соның бір саласында жүрген адамбыз енді. Ұстаздық етіп. Мынау той құтты болсын балдар. Әрқашан биіктен көріне беріңдер. Отбасыларың аман болсын, дендерің сау болсын. Қай жерде жүрсеңдер де менің есімдесіңдер. Барлық жақсы күндеріңе, табыстарыңа тілеулеспін. Дендерің сау болсын. Осындай той тойлап, ынтымақ бірліктің арқасында ел жұрттың аман, тыныштық заманда несібелеріңді жинап теріп, Құдай қаласа, жақсы күндерді бастан кеше беріңдер. Мынау елге қызмет етіп, алғысқа бөлене беріңдер. Жақсы күндерің көп болсын әрқайсыларың. Отбасыларың аман, дендерің сау болсын. Рахмет барлықтарыңа.